Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен тренжол туралы видеомызды жалғастырамыз. Және де бүгін жыныс бойынша іздеп, қалаған затымызды іздеуді үйретемін. Яғни бұл жерде кадан дегеніміз әйел, және де еркек деп ер адамдарға іздесек болады қалаған киім заттарымызды. Және де бұл жерде түм категорийлер деген кнопканы басу арқылы балаларға аяқ киім, сумка категориялар бойынша қалаған затымызды іздеп көруімізге болады. Және де міне категориялар деген отдел тұр, сол жерді бассақ, бұл жерде барлық заттар шығады. Міне де бірінші F деген сол үйдің текстиль заттары, софра, мутфак дейді, кухняға керек заттарымыз, баню дегеніміз сол ванныйға керекті заттарымызды, үйге керек жарақтар, декор заттар көрсек болады. Бұл жерде кітап, хоббиге қатысты заттар көрсек болады. Спортқа қатысты электроника заттарымызды да іздеп тапсақ болады. Және де ең басты біздің киімдерімізді, сөмкелер, аяқ киімдер, сағат, аксессуарлар барлығын заказ беруімізге болады. Және де бір айта кететін жайт, міне духидің суреті көрсетілген косметикалар отделінде духи заказ беруімізге болмайды. Бізде каргода духилер өтпейді, жидкий заттар өтпейді. Ондай заказ бермей қойсаңыздар болады. Және де телефондарды өткізбейді, шуба өткізбейді, алтындарды да заказ бере алмаймыз. Ал қалған заттарды заказ бере беруімізге болады. Даже үйге керекті мебельді да заказ беруге болады. Міне керекті затты іздеу үшін міне үстінде поиск деген тұр. Поискқа керекті затымызды іздеп жазамыз. Ол үшін түрікше жазғыңыз келсе, Googleға кіріп, Google переводчик жазып, керекті іздейтін нәрсеңізді жазасыз. Например, сізге не керек? Кроссовки дейік. Кроссовки. Іздейсіз, мына жерде турецкий дейміз. Міне спор аяққабы. Скопировать дегенді басамыз да, бағанағы жерге келіп, поисктің үстінен басып іздейміз. Міне спорт аяққабы шықты. Яғни кроссовкалар. Қалаған затыңызды бағанағы Google переводчикте жазып, турецкийге аударып, копировать, ставить етіп қою арқылы іздеп табамыз. Және де бұл жерде затымызды ұнатқан міне кроссовкимізді таңдаймыз, бағасын көреміз. 204,99 лира деп тұр. Яғни бұның бағасын білу үшін Googleға кіріп, турецкий лира в теңге деп іздейміз. Қанша теңге? Қазір 29,81 теңгеге тең болып тұр екен. Яғни бағанағы 205 дейік, почти 205-ті көбейтеміз, 29-ға көбейтеміз, 5945 теңге тұрады екен кроссовкиіміз. Карго бедава деп жазып қойған, яғни каргоға дейін тегін жеткізіп тастайды. Ондай жазу жоқ болса, Турцияның ішінде каргоға дейін доставкасы платный болып келеді. Бұны отзывтарын көреміз, жұлдызын қараймыз, 4-2 жұлдыз, 4-5 жұлдыз уже жақсы деген сөз. Ары қарай міне 2465 комментарий бар екен, ішінде фотолардан қарап, отзывтарын көреміз, фотолардың сапасын көреміз. Сапасын жақындатып барлығын көрсеңіздер болады, тексеріп. Оқып көресіздер, оқып барлығын аударып, фотоға скрин жасап, фото переводчик арқылы тексеріп көрсеңіздер болады. Мінеке астына түсіп, оның түстері бар екен, міне қоңыр түсі бар екен, соны ауыстырып көруге болады. Және де міне размерін таңдап, өзіңізге, например, осы қоңыр түсінен ер кісіге 41 размер таңдасақ, сәпеті экле дегеніміз картинаға лақтыру деген сөз. Картинаға осылай
жібересіздер, сіздердің корзиналарыңыздан шығады. Сосын мына затты басып, ары қарай басқа товарларды көріп іздей бересіздер. Енді сатушымен қалай сөйлесеміз? Сатушымен сөйлесу үшін мына аяқ киімнің сапасын фотодан бәрін көрдік. Енді салмағын сұрауымызға болады, яғни каргода қанша килограмм болып келуі мүмкін, қанша граммды есептейін деген сияқты. Мына жерде астында тұр, міне сатушымен сөйлескен адамдар, мінекей басамыз. Сұрақтарын қойған, жауап берген сатушы, мына жерде сатыджия сор деген басамызда, осы жерден сұрақтарымызды қоюымызға болады. Бұл түрікше жазуымыз керек, сол үшін Google переводчикке кіреміз, жазамыз орысшалап здравствуйте деп, сколько килограмм дейсіз. Міне түрікшеге аударып алғаннан кейін түрікше жазудың үстінен басып копировать етіп аламыз да, бана Trendyol сайтына кіріп вставить етеміз. Содан gönder дегенді, яғни жібереміз. Сатушыға сұрақ кетті деген сөз. Өзі жауап береді. Жауап берген кезде сообщение болып сізге келіп тұрады. Жауабын көрсеңіз болады. Енді атақты, танымал фирма брендтердің киімін таңдаймыз. Ол үшін міне осы басты страницада кішкене төменірек түссек, сана өзел маркалар деп тұр, яғни атақты танымал маркалар. Катон, Дефакто бар, Эвев, Home Textile, яғни домашний текстиль, Пенти, Бершка бар, Nike, Carter's, Adidas, көріп тұрғанымыздай барлығы бар екен, Mango бар екен, Puma да. Осының ішінен керекті өздеріңізге фирмадан қалаған киімдеріңізді іздесеңіздер болады. Мінекей Дефактоға кірдім. Ресми сатушы дейді, ресми сатушы бұл. Төменірек түсіп, өзіңізге керекті заттарды іздей бересіз. Мінекей йылдызлы урун деген сөз, яғни жұлдызды орын, 1 жұлдызды, 2 жұлдызды, 3 жұлдызды орындар болады. Бағана мен айтып өткендей духиге заказ беруге болмайды. Бұл жерде міне эн чок сатан деген ең көп сатылған зат деген сөз. Басқа да заттардан көріп ала берсеңіздер болады.